Саламатсыздар ма балалар? Мен сіздерге бүгін өзіміздің жерлесіміз, балалар әдебиетінің жазушысы Жұмабала Балақаранованың ертегі әлемі атты кітабындағы ақылды қыз ертегісін айтып берейін. Баяғыда бір кедейдің қызы Жәміш деген болыпты. Жәміш қыздармен ілесіп отын теруге барған екен. Отын теріп болып қайтатын уақыт болғанда қатты нөсер жаңбыр жауып кетіпті. Қыздар болса отындарын арқаларына сала салып ауылына қарата қаша жөнелген екен. Ал Жәміш болса отынын жерге қойып, арқасындағы шапанын жауып, өзі жаңбырдың қойған тосып отырған екен. Алыстан ақсақал көріп, жалғыз отырған қызға кеп жөн сұрасыпты. "Шырағым-ау, не қылып отырсың? Қыздардың бәрі ауылға қайтып кетті, сен болсаң жалғыз өзің отырсың ғой" дейді. "Ата, ол қыздар барса бара берсін, отындары да су болды, киімдері де су болды қыздардың. Ал менің отыным болса құп-құрғақ. Қазір мен үйге барып отынымды жағып, үстімді кептіріп алам" деген екен. Ақылды қыздың бір ісімен ақылдылығын көрген ата қыздың қай ауылдан екенін, кімнің қызы екенін біліп алған соң өз жөніне кете барыпты. Сөйтсе ол бір ауылдың биі екен, үйінде ер жеткен ұлы бар екен. Жәміштің ақылдылығын байқаған ақсақал әдейі арнайы келіп, Жәміштің ауылына келіп, құда түсіп, келін қылып алған екен. Кедей болса да өзінің зерделігімен бір ауылдың биінің ақылды келін атанған екен. Кісінің кісілігінде емес, киімінде емес, білімінде деген осыдан қалған екен балалар. Бұл ертегіде балалар ақылына көркі сай дегендей Жәміш бір ауылдың ақылды, зерделі келін атанған екен балалар. Ал енді осымен ертегім аяқталды. Балалар, келесі кездескенше сау саламатта болыңдар балалар.